Баланы берілген жолдама бойынша мектепке дейінгі ұйымға қабылдау үшін сізге балабақшаға қабылдайтын балалар бөліміне өтіп, қабылдауға арналған жолдамалар түймесін таңдаңыз. Жолдамалар тізімі шығады. Керек жолдаманы таңдап, оны ашыңыз. Сізде осы жолдама туралы ақпарат шығады, яғни жолдаманың берілген күні, жолдаманы автоматты түрде алып тастау күні, жолдаманың әрекетті ұзақтығы және қанша күн қалғанын көре аласыз. Сондай-ақ балабақша атауы, тәрбие тілі және жас тобы көрсетілген. Бірақ мұнда назар аударыңыз. Түзету тобына қабылдау үшін ПМПК қорытындысын мектепке дейінгі ұйымның өзі тексеріп, растау қажет. Яғни, сіз ПМПК қорытындысын ашасыз, ол осында болады. Түзету түрін қарайсыз. Егер түзету түрі сәйкес келсе, онда баланы мектепке дейінгі ұйымға қабылдау керек. Ал егер түзету түрі мектепке дейінгі ұйымның профиліне немесе жалпы білім беретін мектепке дейінгі ұйымдағы түзету топтарына сәйкес келмесе, онда қабылдаудан бас тарту керек. Ендеше біз бірінші нұсқаны қарастырайық. Баланы мектепке дейінгі ұйымға қабылдау үшін сіз балабақшаға қабылдау түймесін басасыз. Мұнда сіз жолдаманың дұрыс таңдағаныңызды тексересіз, яғни жолдама нөмірі, өтініш берушінің толық аты-жөні және баланың атын тексересіз. Орындау түймесін басасыз. Әрі қарай сіз бала туралы ақпаратты толтыруыңыз керек. Сіз балалар тобын таңдаңыз. Бұл жерде тек бала жолдама аларда таңдаған топ шығады. Әрі қарай аты жөнін, ЖСН, туған күнін, жасын және жынысын тексеріңіз. Егер тұратын мекен жайы өзгерсе, онда сіз қолмен өзгерте аласыз. Сондай-ақ баланың суретін жүктеп, таңдау түймесін басып, фотосуретті таңдап, ашу түймесін басасыз, баланың фотосуреті шығады. Әрі қарай, сіз заңды өкілдер түймесін ашуыңыз керек. Бұнда сіз өтініш берушінің ЖСН тексересіз, аты жөнін, жынысын және туған күнін көресіз. Телефон номерін міндетті түрде көрсетуді ұмытпаңыз. Және де заңды мәртебесін көрсету қажет. Мұнда анықталған жоқ деп тұрады, бірақ сіз көрсеткіні басып, заңды мәртебесін таңдайсыз. Сондай-ақ имейл қосуға болады, бірақ бұл міндетті емес. Егер сізге жаңа өкілді қосу қажет болса, онда қосу түймесін басып, өкіл туралы барлық ақпаратты толтырасыз. Сіз өкілдің ЖСН көрсетіп, ЖСН бойынша табу батырмасын басуыңызға болады. Барлық деректер МБД-дан тартылады. Одан әрі телефон номерін және заңды мәртебесін толтыруыңызды ұмытпаңыз. Имейлді қалау бойынша толтыруға болады. Барлық ақпаратты енгізгеннен кейін сіз әрекетті аяқтау түймесін басасыз. Бала балабақшаға сәтті қабылданды және баланың аты жөні, балалар тобы, тәрбие тілі хабарлама шығады. Жабу түймесін басыңыз. Баланы анықтамалар, балалар тізімі бөлімінде тексеріп көруге болады. Енді екінші нұсқа. Түзету түрі сәйкес келмеген, сондықтан сіз қабылдаудан бас тартуыңыз керек. Қажетті жолдаманы ашып, қабылдаудан бас тарту батырмасын басыңыз. Бас тарту себебін және растайтын құжатты қосып, орындау тетігін басасыз.